Армысың құрметті менің тыңдарманым. Қазақша контентті қолдап, аудио әңгімені соңына дейін тыңдаңыз. Қолға су құю және тағам ұсыну тәрбиесі. Қазақ халқының кісі сыйлау, үйге келген кісінің қолына су құйып, ас тағам ұсынуының өзінен үлкен адамгершілік пен мәдениеттілік қасиетімен мұңдалып айқын көрініп тұр. Онда әр отбасы үйіне келген кісіні төріне шығарып, астына көрпе төсейді. Онан соң алдына дастархан жайып, ас тағам берер алдында жасы кіші адамның бірі леген мен құман алып, қонақтың қолына су құяды. Қолға су құйып, кісіге ас тағам ұсынудың өзіндік жөн жосығы бар. Мұнда бата бастан, су аяқтан деп батаны төрдегі адамға жасатса, ал су құюды аяқ жақтан бастайды. Әдетте суды қонақтар тегіс отырып болған соң құяды. Жиын тойлар мен нәзір құзырларда адам көп болғандықтан, суды екі жігіт екі босағадан бастап төрге қарай айналдыра құйып шығады. Кейде есік алдына үлкен леген қойып, қонақтарға үйге кірерде қол жудырып кіргізеді. Ал адам саны шағын болса, онда бір адам оң босағадан бастап отырған адамдарға түгелдей айналдырып су құйып шығады. Тамақ соңында қолға су құю солдан оңға қарай басталады. Қолды жуғанда сілкімейді, орамалмен сүртеді. Қазақ салтында дастарханда төмен жақта отырған адамдар өзінен жоғары отырған адамдарға шынаяқ алып беру, ас тағам ұсынуға жауапты болады. Алайда шынаяқ алып беру мен ас тағам ұсынудың да өзіндік ережесі бар. Мұны әр отбасы ұрпақтарына мұқият ұғындырады. Болмаса өзгелер жағынан тәрбиесіз, көргенсіз деген сөгіске қалады. Мысалы, шынаяқ алып беріп, ас тағам ұсынғанда оң қолымен ұсынады. Онда да ас ұсынған оң қолдың қырын сол қолдың сыртымен басып, яғни алақанды жайып қонақ жаққа қаратып ұсынады. Тамақ алудың да, шай құюдың да өзіндік жөн жосығы бар. Мысалы, шай құйған кезде шайды үй ішіндегі кісілерге түгел құйып болғанша барлық адам сабыр сақтап күтіп отырады. Шай түгел құйылып болған соң үйдің иесі астан алыңыздар деген соң ғана алады. Себебі үй иесін көзге ілмегендік болып саналған. Үлкен той томалақ, нәзір қызыр өткізгенде шай құйып беріп, шынаяқ алып, ас тағам ұсынуға тәрбиелі, пысық жігіттер мен епті, іскер келетіндерді орналастырады. Шай құйған келін бір тізерлеп, қонақтарға қырын қарап отырып, шайдың қызылын, сүтін дұрыс бөліп, шайды дәмді құйып, көз қиығымен босаған ыдыс аяқтарды қадағалап отырады. Келген қонақтар шай құюшы келін мен шыны алып беруші азаматтың іс-қимылына қарап, сол ауылдың адамгершілігі мен мәдениетіне баға береді. Міне, осы істердің барлығы ұрпақтарға егжей-тегжейлі ұғындырылуға тиіс. Бұл тәрбие ұрпақтарды тамаша салт-дәстүр қалыптастырып, ізгілікке, адамгершілікке, қонақшылыққа, береке-бірлікке, достыққа жетелеп, перзенттерді әдепті ибалы болуға баулиды. Зейін қойып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Құрметті менің тыңдарманым. Осы әңгімем сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алда түрлі бастан өткен оқиғаларды баяндайтын боламын.